Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біздер қазақ тілінен жаһандану мәселелері және стилистика деген үлкен бір тарауды бастайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаһандану және ұлттық код. Бұл сабақта біздер мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтаймыз. Стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік бірліктерді дұрыс қолдана білуді үйренетін боламыз. Балалар, жаһандану сөзі сіздерге таныс па? Оның мағынасын сендер қалай түсінесіңдер? Осы сөзге мән бере отырып, бүгінгі сабақ не туралы болады деп ойлайсыздар? Алдымен, жаһандану деген не? Осы сұраққа жауап берейік. Жаһандану – ғаламдану, әлемдік ауқымдану, глобализация, жаңа жалпы әлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі. Жаһандану дегеніміз бір-бірімен тығыз экономикалық, ғылыми-техникалық, саяси, мәдени байланыстағы біртұтас адамзат қауымдастығының қалыптасуы. Қане балалар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты мына бір мәтінді менімен бірге оқып, әрі тыңдап отырыңыздар. Жаһандану дәуіріндегі ұлттық мәдени құндылықтарының әлсіреу қаупі тұрғанда және жаһандық құндылықтар маңыздылығы жоғарылаған тұста патриотизм белгілерін пысықтау қажеттілігі туындайды. Қазіргі қоғамда орын алып жатқан трансформациялық процестер патриотизм мен оның мазмұнына өзгерістер енгізуде. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында жаңа қазақстандық патриотизм көп ұлтты және көп конфессиялық қоғам табысының негізі екендігін атап көрсеткен болатын. Бұл бағыттағы басты мақсат қоғамдық келісімді сақтау және нығайту болып табылады. Ол мемлекет, қоғам, ұлт ретіндегі өмір сүрудің айнымас шарты. Мемлекет әр азаматтың өмір сапасын, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және болашағына кепілдік бергенде елімізді сүйеміз және мақтанамыз. Осы тәсіл арқылы патриотизмді және оны тәрбиелеу мәселесіне прагматикалық және шынайы көзқарас оянып, жаңа қазақстандық патриотизм құндылықтары қалыптасады. Бүгінгі таңда патриотизмді қалыптастыру мәселесін зерттеу, қазіргі қоғамның дамуы үшін теориялық және тәжірибелік маңызды екеніне күмән жоқ. Өйткені ол қоғамның бүгінгісі мен келешегін анықтайтын қозғаушы және біріктіруші факторлар қатарына жатады. Патриотизм мәселесімен терең тамырлас, құрамдас болып байланысты дамитын ұғымдар отан, ана тілі, жер, ұлттық мәдениет, ұлттық идея, ар-намыс, ұлттық мүдделер және тағы басқалар жатады. Қазіргі таңдағы қоғамдық, саяси экономикалық ахуалдың адам факторынан рухани дамуымыздың маңыздылыққа ие болып отырған өзекті мәселелердің бірі қоғамда патриотизмді қалыптастыру. Енді балалар, осы берілген мәтін бойынша мына тапсырмаларды орындаймыз. Тапсырманың шарты мынадай: мәтін мазмұны бойынша тірек сызба жоспарын құр. Мәтіннен тірек сөздерді тауып, мәтіндегі негізгі ойды анықта. Бейтаныс сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қара. Мәтіннің қай стильде жазылғанын анықта. Енді балалар, тілдік бағдарға оралайық. Стиль дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар? Алдымен осы мәселеге тоқталайық. Стиль латынша жазу құралы деген сөз. Стиль деп белгілі бір тілдегі лексикалық, грамматикалық және фонетикалық тәсілдердің қолданылу принциптерін айтамыз.
стильдің 5 түрі болады. Олар ауызекі сөйлеу стилі, публицистикалық стиль, көркем әдеби стиль, ресми стиль және ғылыми стиль. Ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Сөздер мен сөз тіркестерін еркін қолдануға болады. Публицистикалық стиль іс қағаздарда, нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарында қолданылады. Газет журналда, жиналыстарда, бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылады. Көркем әдеби стилі көркем шығармаларда қолданылады. Құбылыстар мен заттарды бейнелеу, көркемдік тәсілдерін, суреттеме құралдарын пайдалану арқылы жасалады. Ресми стиль белгілі бір қалыпқа түсіп отырады. Сөз қолданысы ерекше, көбінесе заң, жарғы, үкімет органдарының қаулылары, халықаралық шарт, үкімет хабарлары жазылады. Ғылыми стиль ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады. Заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет беру. Сонымен балалар, біздер бүгінгі сабағымызда жаһандану мәселелеріне тоқталдық. Тілдік бағдар бойынша стиль дегеніміз не, оның қандай түрлері бар, осыларға анықтама бердік. Олай болса балалар, сіздер үйден жаһанданудың пайдасы мен зияны деген тақырыпта тірек сызба дайындаңыздар. Ал біздер бұл сабақты келесі сабағымызда жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар.